Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аллахумма алимна ма янфa'уна ва анфa'на бима алламтана ва зидна илман ва амалан ва фихан фид-дин я раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, Алла тағала өмірлеріңізге, ахиреттеріңізге жәрдемші болсын, береке берсін. Бүгінгі отырысымыздан Алла тағала баршаларымыз пайда алып шығатындай танымдық, рухани, салиқалы мәжілістерден болуын Алла тағаладан жалынып жалбарынып сұраймыз. Енді тақырыптар өте көп, солардың арасында барлық адамзатқа ортақ болған тақырыптардың бірі бұл ризық несібе тақырыбы. Ақша, ризық несібе қазір өте қоғамда өзекті ғой. Адамдардың барлығының өмірінде кездесетін тақырып бұл. Енді бұны ислам тұрғысынан біз кішкене ашып бергіміз келіп тұрды. Ислам не дейді жалпы? Ризық несібеге, ақшаға, дүниеге, ризық дегеніміз не өзі? Ризық көбейе ме, азая ма? Ризық несібені азайтатын нәрселер бар ма? Көбейтетін нәрселер бар ма? Одан кейін ризық несібеге қатысты мұсылман адамның пікірі қандай болу керек? Мұсылман адам бай болу керек па, кедей болу керек па деген сияқты осындай әңгімелердің аясында сөз қозғайтын боламыз иншалла. Енді барлық мұсылмандар білет, Алла тағаланың 99 көркем есімі бар. Соның ішінде Раззақ деген есім бар. Одан кейін Разиқ деген есім бар. Алла тағала Құранда айтады, Аллаху хайру разиқин. Алла тағала ризық берушілердің ең жақсысы дейді. Осы сөзде разиқин деген көпше түрде келіп тұр, Разиқ деген сөз ғой бұл. Ризық беруші деп аударылады. Екіншісі, басқа бір аятта Алла тағала айтады, инналлаху раззақу зул қуатил матин дейді. Алла тағала ризық беруші, бүкіл нәрсеге құдіреті толық жетуші дейді. Осы жерде Раззақ деген аты айтылды. Разиқ пен Раззақтың арасындағы айырмашылық, Разиқ дегеніміз адамға қатысты да, Аллаға қатысты да қолдана береді. Тілдік мағынада беруші, адам да беруші болады, Алла да беруші болады. Осы екеуіне де қолданыламыз. Бірақ Раззақ деген бұл Алланың 99 есімінің біреуі, бұл тек қана Аллаға ғана қолданады. Адамға қолданылмайсың. Өйткені бұл Раззақ деген сипат, бұл үздіксіз, тоқтаусыз ризық несібе бере беруші деген сөз ғой. Үзбеуші, ризық несібен тоқтатпаушы, үйіп төгіп бере беруші деген сөз ғой. Адам баласы ешқашан бұндай сипатпен сипаттан алмайды. Адам баласы бір береді, екі береді, үш береді, көп береді, бірақ түбінде бір күні болмасын, бір күні міндет қылуы мүмкін. Сол үшін де қазақ айтады, адамнан сұрағанның екі көзі шығады, Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Адамнан сұрасаң жақпай қаласың, бірақ Алладан сұрасаң, Алла тағала сұрағанның, сұраушының жауабын бос қайтарғысы келмейді, сұрасын мен берем дейді. Мысалға Алла тағала Раззақ, яғни көптеп молынан ризық беруші деген сөз ғой. Енді бізде мынандай бір түсінік болуы мүмкін. Бұл ризық несібені Алла беретін болса, бұл ризық несібеге біз қалай сонда жұмыс жасамауымыз керек па? Әлде жұмыс жасауымыз керек па? Өзі ризық несібе деген қалай өзі исламда деп айтады? Исламда ризық несібеге қатысты бірінші біз айта кетуіміз керек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, инна ахадакум юджмау халқуху фи батни уммихи арбаина яуман нутфатан. Адам баласы анасының жатырында дейді, бір тамшы болады дейді бірінші. Арбаина яуман, 40 күн бойы. Сумма якуну алақатан мисла залик. Одан кейін барып кішкентай ғана бір тамшы қанға айналады дейді. Ананың жатырында 40 күн бойы тағы да. Сумма якуну мудғатан мисла залик. Сосын ананың жатырында 40 күн тағы да мынандай ұйыған, мынандай бір ет болып, жұдырықта ет болып жатады дейді. Сумма юрсалу илайхил малак фаянфуху фихи рух дейді. Сосын Алла тағала, ана кішкентай 120 күн болды ғой. 120 күнде бір кішкентай шақалақ дене пайда болды. Соған Алла тағала не береді дейді? Жан береді дейді. Уайюмару би арбаи калимат. 4 нәрсесін бірден тағдырлап жазып кетеді дейді. Ана баланың пешенесіне былайша айтқанда. Бикат би рискихи. Соның ең біріншісі туғаннан бастап өлгенге дейін ризық несібесін жазып тастайды дейді. Уа ажалихи, өлімін жазып тастайды дейді. Қай күні өлетіндігін жазып тастайды. Уа амалихи,
не амалмен өмір сүреді? Жақсы, жаман амалдармен өмір сүре ма? Уашақиюн ау саидун. Мына дүниеде мұсылман болып өмір сүре ме, әлде кәпір болып өмір сүре ме? Бақытты бола ма, бақытсыз бола ма деген нәрсені, 4 нәрсені бекітті. Соның ең біріншісі ризық несібе екен. Ондай болатын болса, ризық несібе тағдырға жазылып қойған екен. Ризық несібе болды, жазылып қойған. Бізде қазақта айтады, дәм тұзы бітіпті ғой дейді. Дүниеден өтіп кеткен адамның дәм тұзы бітіпті, несібесі аяқталыпты ғой дейді. Оның көрер жарығы сөніпті ғой деп жатады. Өйткені бұл дүниеде Алла тағала өлшеулі өмір берді бізге, одан өлшеулі бізге ризық несібе берді. Енді осы тақырыпқа қазір біз қайтадан ораламыз. Біздің ойлап жүрген ризық несібеміз ол көбінесе мынау ғой. Қазір осы жерде де тақырып қозғалған кезде көпшілігі мынаны ойлап қалды. Ризық несібе ол ақша, ризық несібе ол машина, ризық несібе коттедж, үйлер деп ойлап қалады. Бірақ солай ма, әлде басқаша ма? Ризық деген бұл Алла тағаланың өлшеп берген бүкіл жаратылыс атаулының барлығына тағдырлап берген материалдық және де рухани көзге көрінбейтін несібесінің барлығын бір ауыз сөзбен ризық дейді екен араб тілінде. Енді осы ризық несібе өлшеулі болатын болса, ол онда біздің өмірімізге қалай біз оны біле аламыз? Егер ризық өлшеулі болса, біз жұмыс жасап жатқанымыздан не пайда? Біздің оқуымыздан не пайда? Біздің тыраштанып, маңдай тері төгуіміздің қандай бір мағынасы, мәні бар? Біз деген қаншама талантты адамдардың таланттарының сонда барлығы қайда кетті? Адамдардың сауда саттық жасап жүріп, тырысып, ел аралап, жер аралап, шекара асып, басқа жақтардан товар әкеп сатып жүргендерінен не пайда онда? Егер де Алла тағала ананың жатырында болған кезде, мына мұхтардың ризығы осындай болады, бәленшенің ризығы осындай болады деп егер белгілеп қойса, ондай болатын болса, күтіп жата бермейміз ба деген ой қалыптасуы мүмкін. Осыны мен дұрыстап отырып түсіндіргім келіп тұр. Тағдыр деген нәрсе бар. Ат-тақдиру сир дейді. Бұл тағдыр деген нәрсе сыр нәрсе. Бұның түбіне көп адам бойлай алмайды, бара алмаймыз біз. Шектеулі ақылымыз көтере алмайтын нәрселер бар. Бірақ Алла тағала ризық несібені бекітіп, өлшеп қойған. Бірақ сіздің сол ризыққа қол жеткізудегі еңбегіңіз, маңдай тер төгуіңіз, ілім оқып, белгілі бір маман иесі атануыңыз, өзіңіздің адамдық потенциалдарыңызды оятып, бір үлкен маман иесі болып, үлкен ақыл иесіне айналуыңыз, сіздің сауда жасап, саттық жасап, белгілі бір деңгейге жетуіңіз, сол жолдағы қадамдарыңыздың барлығы да осы тағдыр, ризық деген тағдырдың ішіне кіріп тұр. Ол да бір бөлігі болып есептеледі. Ол ананың ризықтың сыртындағы нәрсе емес. Ондай болатын болса, бұл ризық несібе деген нәрсе тек қана материалдық қана нәрсе емес. Мысалға, ақша, тамақ, баспана, ішіп жем, киім деген нәрселердің барлығын ризық умум деп айтады ғалымдар. Жалпыға бірдей ризық дейді. Бұл ризықта хайуандар, адамдар, жындар, жәндіктер, бактериялар, көзге көрінетін, көзге көрмейтін жаратылыстардың барлығы ортақ. Олардың барлығын Алла тағала бөліп жармайды. Бұл жерде Алла тағаланың досы, Алла тағаланың жауы, Алла тағаланың мұсылман құлы, дінге сенбейтін кәпір құлы, немесе адамдар, жындар деген категория жүрмейді. Алла тағала ауалам ярау Аллаха ябсуту ризқа лиман яша ва яқдир. Олар көрмей ме, Алла тағала қалаған пендесіне ризық несібені үйіп төгіп беріп жатқанын көрмей ме? Және де кейбір адамдардан Алла тағала ризық несібені тарылып қойғанына қарамай ма дейді. Сонда бір адамдарға Алла тағала өзінің қалауымен кең ризық беріп қойып жатады. Бір адамдарға Алла тағала тар ризық беріп қойып жатады. Бірақ бұл Алла тағаланың ол адамды жақсы көреді, немесе ол адамды жек көреді деген мағына шықпайды. Бір адам болуы мүмкін Аллаға тіптен қарсы. Алланың әмірлерін бытшын шығарып,
тас талқанын шығарып өтіп кете береді, аттап кете береді, Алланың өзін аттап кете береді керек десең, түкіріп кетеді Аллаға. Бірақ ол адамды Алла ерекше бай қылып қойған. Бір адамдар болады Алланың жолында бір керемет салиқалы құл, таңертеңнен кешке дейін Аллаға мінәжат жасап, Алланың ақ жолын қатты бекем ұстанып жүрген адам болуы мүмкін. Ол өте пақыр адам, міскін адам. Бұл ондай нәрсе емес та. Бұл Алла тағаланың барлығына беретін ризық несібесі, бұл материалдық ризық несібе деп аталады біздің тілмен аударғанда. Бұл материалдық ризық несібе негізі Алланың алдында ешқандай қадір қасиеті жоқ ризық несібе негізі. Анау ризық несібелердің арасындағы ең соңғы орында тұрған ризық несібенің түрі бұл материалдық ризық несібе екен ғой. Бірақ Алланың алдында тұрған ең үлкен ризық несібе бұл рухани, көзге көрінбейтін адамгершілік ризық екен ғой. Оның ішіне не кіреді? Оның ішіне білім кіреді. Білгендер мен білмегендер тең емес дейді Құранда. Білгендер өте аз, білім иелерін өте аз, Алла тағала білім иелерінің дәрежесін көтеріп қояды. Иман ризық, хидаят. Көптеген адамдар адасып жүріп Алланың тура жолына келеді. Бұл иман. Шәкәрім атамыз айтады, бір адамға иман берілсе дейді, оған Алла тағаланың бермегені қалмапты дейді. Мысалға, дүние берілмеген болуы мүмкін, материалдық ризықтар берілмеген болуы мүмкін, бірақ бір ғана иман деген Алланың жүрегіне салған бір нұр, салиқалы өмір, тура жол нығметі берілсе, оған Алла бермегені қалмапты дейді. Ал бір адамдарға Алла тағала ризық иманды бермесе дейді, оған онда ештеңе де бермепті дейді. Мысалға, бай болуы мүмкін, материалдық ризықтардың барлығын бойына жинап алған адам болуы мүмкін, үлкен меценат болуы мүмкін, бірақ имансыз болса, Шәкәрім атамыз айтады, бұл адамға онда ештеңе де берілмепті. Өйткені материалдықты сөз қылайын деп тұрсыңдар ма? Түкке тұрмайды ол Алланың алдында дейді. Рухани адамдардың алдында да ол түкке тұрмайтын нәрсе дейді. Қатты бас қатырмайды рухани адамдар дүнияға ше. Рухани адамдардың жалпы өзін сыйлайтын адамның ең үлкен құндылығы бұл адамгершілік құндылығы. Бұл білім құндылығы, жаңа айтқан. Екіншісі иман құндылығы. Үшіншісі денсаулық. Денсаулық та бұл көп ешкімге беріле бермейді. Екінің біріне беріле бермейді. Қазір заманда тіптен, қазір қарасаң, әрбір адамның басына салсаң, бәрінде бір денсаулығына ақау бар. Тіптен дүниеге мүгедек болып дүниеге жатқан шақалақтар бар. Жас кезінен ауру сал болып қалған адамдар бар. Үлкен жасқа келіп төсек қанылып қалып атқан адамдар бар. Оларға салсаң, сенің қазіргі ақшаң да, сенің қазіргі үйің де, машинаң да ештеңе қызық емес оларға. Оларға бір сәтке денсаулығын қайтарып берсе, ол кісілер аяқтан жұрдай болып отыр. Олар көзден жұрдай болып отыр. Олар белден жұрдай болып отыр. Мысалға, олар денсаулықтан жұрдай болып отыр жалпылама айтқанда. Бұл ризық несібеде Алла тағала ортақ бәріне бірдей қылып бермейді. Алла тағала кейбір адамдарға білім береді, кейбір адамдар бұл білімнен махрұм қалады. Кейбір адамдарға Алла сүйікті құлдарына иман береді, кейбір адамдар бұл имансыз, иманнан жұрдай болып имансыз да өтіп кетеді. Құдай сақтасын. Кейбір адамдарға Алла денсаулықты беріп қояды, бірақ кейбір адамдар денсаулықтан махрұмда қалып жатады. Сондықтан да Алланың алдында материалдық ризық басым ба, әлде рухани ризық басым ба десе, әлбетте Алланың алдында рухани ризық әлде қайда басым, және де өзін құрметтеген адам атын жоғалтпаған. Айтады ғой Абай атамыз, атымды адам қойған соң қалайша мен надан болайын дейді. Адам егер өзін өзі құрметтесе, өзін адаммын деп есептесе, ол қызылды жасылды 60-70 жылдық материалдық ризықты ғана төбесіне қойып алып, сонымен місе тұтып, соны өзіне ту қылып алмайды. Бәлкім ол Алла тағаланың беріп жатқан ризығын өзінің біліміне, өзінің иманына, өзінің денсаулығына өте үлкен бір пайдалы құрал ретінде ғана пайдаланады. Ал негізгі ризық ол мына жаңағы денсаулық ризығы, білім ризығы, иман ризығы, көркем мінезде ризық. Көркем мінездің түр-түрі сабыр ризық емес па не? Байыптылық ризық емес па? Жұмсақтық ризық емес па?
көркем сөз иесі болу ризық емес па? Шүкірлік, қанағатшыл болу, шүкірлік ету, бұл ризық емес па? Бұлардың барлығы көп ешкімге беріле бермейтін рызық. Бұл деген анау армандайтын ризықтар ғой, түсінген адам үшін. Енді осы ризық несібені пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады: инналлаха қассама байнакум ахлақакум кама қассама байнакум арзақакум. Сендердің араларыңда Алла тағала ризық несібені әу баста бөліп саған сияқты дейді. Бөліп берген сияқты. Мінездеріңді де Алла тағала сөйтіп өлшеп беріп қойған. Көркем мінездеріңді дейді да. Енді қараңыз, екі ризықты салыстырады да. Анау бірінші ризық ол жерде материалдық ризықты айтып отыр да. Сендерге тамақ, киім, баспананы береді Алла тағала, бүйтіп жалпы бәріне бере береді қалағанына. Бірақ мінез деген ризықты да береді дейді да. Бірақ енді осы жерде екеуін салыстырған кезде Алла тағаланың елшісі пайғамбар алейхиссалату вассалам ары қарай жалғастырып айтады: инналлаха юъти дуния ман юхиб ва ман ла юхиб. Алла тағала дүниені дейді, яғни жаңа материалдық ризықты айтып отыр ғой, сүйгеніне де береді, сүймегеніне де береді дейді. Уала юътил иман илля лиман юхиб. Мынаның соңғысын қарасаңшы. Бірақ иманды дейді Алла тағала тек қана өзінің сүйген құлына ғана береді дейді. Өзгеге бере бермейді дейді. Бұл ризықтың материалдық және де рухани ризық деп бөліп алдық. Енді ризық несібе рухани болсын, материалдық болсын, ананың жатырында тағдырланып қояды деп айттық. Тағдыр енді өзгере ме, өзгермей ме? Бұл ризық несібенің көлемі өзгере ме, өзгермей ме дейтін болсақ, бұл жерде ғалымдар былай екі түрлі түсіндіреді. Бұл дүниеде екі түрлі заңдылық бар дейді. Біреу мәдди, материалдық заңдылықтар. Мысал үшін оқисың, маман атанасың. Егін егесің, орасың. Бизнеспен айналысасың, ақша табасың. Тырысасың, мұратқа жетесің. Деген сияқты бұның барлығы бәленшені істесең, сен ризықты аласың, нәтижені табасың. Бұл материалдық заңдылықтар бұл өмірде. Бүкіл әлем осындай заңдылықпен тұр. Бізге көрінетін әлем. Бірақ тура сол сияқты ризық несібеге қатысты екінші заңдылық бар. Бұл көзге көрінбейтін ғайби, тылсым, рухани заңдылықтар бар. Мысалға үшін біреулер айтуы мүмкін ғой, ризық несібе көбейе ма, азая ма? Ризық несібе көбейеді, ризық несібе азаяды да. Бірақ ол сенің жасаған материалдық амалдарың, сенің жасаған рухани амалдарың, ол да ризықтың ішінде. Ол ризықтың тысында емес. Сен мысалға еңбек етіп, ақша табуың, сенің оқып, диплом алуың, маман атануың, сенің сапарларға шығып, ақша тауып келуің, маңдай тер төгуің, оқып тоқуың, оның барлығы ризық бұл да. Сол ризығыңның Алла өлшеп берген ризығыңның бір бөлігі болып есептеледі да. Ал енді рухани ризық болса, жаңа көзге көрінбейтін ризық, ол заңдылық басқаша жұмыс жасайды. Ол мысалға үшін Құранда Алла тағала айтады: фақульту стағфиру роббакум иннаху кана ғаффара. Нұх пайғамбардың сөзімен айтады: оларға айт дейді қауымыңа, Алладан кешірім сұраңдар. Алла тағала сендерді кешіреді. Ва юрсили сама алейкум мидрора. Сендерге аспаннан жаңбыр жаудырады. Жаңбырдың жаууы мен Алладан кешірім сұраудың арасында қандай физикалық байланыс бар? Ешқандай байланыс жоқ. Бұны ғайби, көзге көрінбейтін рухани байланыс дейді. Рухани заңдылық. Ризықтың беруіне, жаңбырдың жауына себепкер отырған сенің еңбегің емес, сенің оқып тоқуың емес, сенің жаңағыдай әрекет жасап қадамдар басуыңыз емес, сіздің бір бизнес жасауыңыз емес. Жаңбырдың жауына себепкер болатқан Алладан кешірім сұрау, истиғфар дейді бұны. Немесе уайум дедікум би амуал. Сендерге мал дүниені көбейтеді дейді. Мал дүниенің көбеюі, ақшаның көбеюімен Алладан кешірім сұраудың қандай байланысы бар? Материалдық байланыс жоқ, бірақ рухани байланыс бар. Жоққа шығара алмайсың. Құранда тұр. Уайум дедікум би амуал ва банин. Баласы сүйе алмай жүргендерге бала берем дейді. Бала көбейтеміз дейді. Баланы қалай көбейтеміз десе, баланы кешірім сұрасаңдар көбейтеміз дейді. Кешірім сұрау мен ананың жатырынан шақалақ баланың дүниеге келуінде қандай байланыс бар? Былай қарап тұрсаң байланыс жоқ, бірақ рухани қарасаң байланыс бар. Сол сияқты Алла тағала Құранда
Тақуа болыңдар. Тақуа болсаңдар, сендерге күтпеген жерден ризық берем дейді. Тақуалық деген бұл жүректе, ат-тақуа хауна дейді. Тақуа жүректе. Тақуа жүректе болатын болса, онда оның мынау ризық несібемен қандай байланысы бар? Байланысы жоқ. Бірақ рухани қарайтын болсақ, байланыс бар. Алла солай шешеді, солай береді. Қаласа солай да береді. Сондықтан да ризық несібе бекітілген, арада жасайтын әрекет, амалдар, тірліктердің барлығы, бұлар себептер. Бұл әлемде барлық нәрсе себепке байланысты. Бірақ бұл себептердің барлығы сол сенің ризығыңның бір бөлігі. Алла бекітіп қойған ризықтың бір бөлігі бұл да. Сенің қадамдар жасауың, сенің еңбектенуің, сенің тырысуың, сенің оқуың, тоқуың, барлығы, бизнес жасауың, бұның барлығы ризық. Анау әу баста ананың жатырында жатқан кездегі бекітілген ризықтың бір бөлігі ғана. Ал енді сенің амал етулерінің барлығы тек қана себеп. Ал енді нәтиже сенің әрекетіңе сәйкес болмай қалуы мүмкін. Сен мысалға бір белгілі бір сумма табам деп әрекет жасадың, Алла тағала одан да көп беріп қоюы мүмкін. Немесе одан тіптен төмен беріп қоюы мүмкін. Нәтиже амалға, әрекетке байланысты емес. Нәтиже әу баста баланың ананың жатырында жатқандағы бекітілген тағдырына байланысты. Нәтиже Алладан. Ол нәтиже сенің әрекетіңе сәйкес көп болуы мүмкін, бірақ әрекетіңе сәйкес аз да болуы мүмкін. Сенің әрекетсіздігіңе сәйкес ол көбейіп те кетуі мүмкін, әрекетсіздігіңе сәйкес ол азайып та кетуі мүмкін. Белгісіз. Бұл енді жұмыс жасамау керек, түкте істемеу керек деген сөз емес. Барлық нәрсе себепке байланысты. Алла тағала барлық нәрсені не істеп қойған? Себепке байлап қойған да. Ал бірақ себептің өзі, сол жасалатын себептердің барлығы, материалдық себептердің барлығы тағдырда несібеге, ризыққа жазылған бір бөлік болып есептеледі. Осылай түсіну керек. Сол кезде біз дұрыс түсінеміз да. Ал енді бірақ ризық несібеге материалдық заңдылықтарды жаңағыдай алып қарайтын болсақ, ананы істесең, мынаны істесең деген нәрсемен түсіндіре бересің. Ал рухани көзге көрінбейтін ризықтар бар. Оларды жаңағы діннің руханиятымен, Алланың Құранымен, пайғамбардың хадистерімен түсіндіреміз. Енді ризық несібені Алла тағала барлығына бірдей береді. Оған шак жоқ. Өйткені Құранда Алла тағала айтады: "Уама мин даббатин фил арди илля алаллахи ризқуха, ва я'ламу мустақарраха ва мустаудаха ва куллун фи китабин мубин" дейді. Алла тағала барлық тіршілікке ризық беріп тұр дейді. Олардың қай жерде өмір сүріп жүргендерін, және де олардың қай жерге жерленетіндіктерін де біледі. Бүкіл нәрсе анық кітап тағдырға жазылып қойған дейді. Азы да көбі де Алла тағала барлығын тағдырлап қойған. Тағдыр өзгермейді. Жалпы мен түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ризық несібе ананың жатырында тағдырланған, бірақ ол белгілі бір себептерге байланған. Сол себептерді материалдық және де рухани себептер деп екіге бөлдік. Материалдық себептер еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген сияқты, оқысаң жетесің мұратқа деген сияқты, тырыссаң нәтиже көрсетесің деген сияқты, сондай бір өмір деген заңдылықтар. Ал тура сол сияқты себептердің рухани да себептері бар. Ол мүлдем сенің амалдарыңа мүлдем қатысы жоқ та. Бірақ осы себептері де, ризық несібенің барлығы да әу баста тағдырланып қойған. Себептерді жасауың ол сол ризық несібенің бір бөлігі болып есептеледі. Тағдырға тағдырланған нәрсе өзгере ме, өзгермей ме дейтін болсақ, осы себептерді жасау арқылы өзгерте аламыз.